Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен үй жағдайында карамельді пирог дайындайтын боламыз. Бұл пирог көп ингредиентті қажет етпейді және де тез уақытта дайындалады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыз. Алдымен пирогтың тестасын дайындап аламыз. Тестаны мына көрсетілген сілтемеге өтіп, осы рецепт бойынша дайындасаңыз болады. Дайын болған тестамызды формамызға барлық жерін бірдей қалыңдықта етіп, жайып орналастырамыз. Және де көрсетілгендей жиегін осылай көтеріп шығатын боламыз. Енді начинкасын дайындауға көшеміз. Бізге 2 жұмыртқа, қаймақ және де вареная сгущенка қажет. Үшеуін біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мен қарапайым буренканың вареная сгущенкасын қолдандым. Сіздерде мүмкіндік болып жатырса, пирог идеально шықсын десеңіздер, Три желанияның немесе Дептің вареная сгущенкасын қолдансаңыздар болады. Дайын болған қоспамызды тестаның үстіне құйып, біркелкі етіп орналастырамыз. Енді қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінеки пирогымыз дайын болды. Карамельді пирог өте жұмсақ және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видео сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз.